Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Тау ешкі белгісіндегі жандарға 2023 жылға болжам. Бізде десятка, жезл, звезда, восьмерка, мечей түсіп тұр. 2023 жауапкершілік өте көп алатын жылдарыңыздың бірі. Жаңағы отбасы жағдайынан болсын, семья, жаңағы жұмыс, қаржы жағдайынан болсын, кез келген жағынан жауапкершіліктің көбін бір өзіңізге алғаныңыз жөн. Себебі біреуге сенім артып, жаңағы біреуге жауапкершіліктің бәрін артып қоятын жыл емес. Келесі бізде звезда, старший аркан, өте позитивный карталардың бірі. Өзіңіздің звезда екеніңізді, лидерский качествоңызды оятатын, жаңағы өзіңізді көрсететін жыл. Жаңағы өзіңізді көрсетіп, жаңағы қандай жетістіктерге жете алатындығыңызды, қандай дәрежеде өзіңізді жүре алатындығыңызды көрсететін жыл. Және де бір қуанышты жаңалық естисіз, қуанасыз, немесе жаңағы қыз-келіншектер үшін аяқтарының ауыр екендігін есту, беременность, босану деген сияқты бір қуанышты хабарлар болуы мүмкін өмірінде. Восьмерка мечей, жаңағы бір кез келген ситуациядан шығатын выход дейсіз. Қол аяғыңыз байлаулы бір жол жоқ сияқты болып көрінгенмен, әр істің өз хайыры бар. Жаңағы сол істен, жаңағы сол мәселені шешіп, сол ситуациядан шығатын выход табасыз. Келесі бізде звездная лира. Өзіңіздің лидерский качество екінші рет түсіп тұр. Лидерский качествоңыз оятып, бағыт, бағдар беріп, біреуге өзіңіздің поддержкаңызды беріп көмектесетін жыл. Жаңағы өзіңіздің опытыңыздан, өзіңіздің дәрежеңізді жаңағы көрсете ала білетін жыл. Может быть, басшы болсаңыз, басшылықта жұмыс жасайтын болсаңыз, лидерский качествоңызды көрсетіп, қол астыңыздағы жұмысшыларды бағыт бағдар беріп алып жүруіңіз керек. Немесе жақындарыңыздың бірін, семьяңызды, жаңағы ер азамат ретінде, мысалы әсіресе ер азамат ретінде лидерский качествоңызды көрсетіп, екінші жартыңызда, мысалы отбасыда бір қиыншылықтар туындап жатса, бағыт бағдар беріп, жарыңызға отбасыңызды қиын ситуациядан алып шығатын уақыт. Жарты жолдан жауапкершілікті әйел адамға артып тастап кетуге болмайды. Золотая крепость, енді бұл көбінде бұл карталар жұмысқа ашылады. Қандай да бір қиыншылық туындап жатса да, сіз бұл жаңа қиындықтың мәселесін шешіп, бұл ситуациядан шығатын уақыт табасыз. Жаңағы золотая крепость көп жағдайда жаңағы бір жұмыстың сіз дұрыс бағыт бағдарда келе жатсыз, себебі артта небесный путь, тек біраз жаңағы застой болуы мүмкін жұмыста, кішкене тоқтап қалуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан орта жолда тастап кетіп, не болмаса жаңағы жұмысыңыз, бір бастаған ісіңіз, оқуыңыз, бизнесіңіз тоқтап қалса, яғни мен дұрыс жолда келе жатқан жоқпын деп, орта жолдан тастап кетуге болмайды. Себебі сіз дұрыс жолда келе жатырсыз, тек өзі бір уақытша сондай жаңағы жағдайлар болуы мүмкін. Бұл кезде сіз кішкене демалып, күш-жігеріңізді жинастырып, демалғаныңыз жөн. Себебі өзіңіздің
дұрыс жолда, өзіңіз достиженияға, өзіңіздің алға қойған мақсатыңызға жету үшін дұрыс жолда келе жатырсыз. Тек біраз қиындықтарды жеңуге тура келетіндігін айтқым келеді. Жұмыста кішкене біраз қиындықтар болуы мүмкін, бірақ сіз ол ситуациядан шығатын уақыт табасыз. Жаңағы берілмей алдыға жүру керексіздер. Және де бұл небесный путь, жаңағы жасаған жұмысыңыздың нәтижесі өте жақсы болады, және де бұл болашақтағы реализациясы жақсы болады. Бизнес болсын, жұмыс болсын, бұл сіздің тұрақты ісіңіз, тұрақты жұмысыңыз болып қалады. Сондықтан ұзаққа қарап жаңағы жұмыс жасау керек. Бүгінгі күнмен емес, ертеңгі күнмен, жаңағы болашақпен өмір сүрген дұрыс. Келесі травма несчастный случай дейді, каса деп тұр. Бұл жерде көбінде қорқып кетеді травма дегенге. Әрине денсаулықпен рисковать етпеген жөн, және де кей жағдайда бір ойламаған жерден қиын жағдайлар туындауы мүмкін, әрине денсаулыққа байланысты, бірақ денсаулықпен рисковать етпей тыныш жүрсеңіздер, жаңағы барлығы кері айналып кетеді. Және де көбірек садақа беріп, жаңағы жақсылық көп жасайтын жыл. Крест жаңағы жаңа бастамада, жаңа жұмыста, жеке өмірде кішкене бір қиындықтар туындауы мүмкін, жауапкершілік көп алатын уақыт болуы мүмкін. Сондықтан сізге бұл жаңағы бәленбай жылда бір келетін испытание дейді ғой, жаңағы Алла тағаланың берген сынағы ретінде қабылдағандарыңыз жөн. Әрбір қиын жағдайдан кейін артында бір үлкен жақсылығы жатады. Сондықтан сіздерді үлкен бір жақсылық, үлкен бір кардинальный өзгеріс күтіп тұр. Сондықтан бұл жағдайды қуана қарсы алған дұрыс деп ойлаймын. Стабильность, және де бұл бизнес болсын, бұл жұмыс болсын, сізге стабильный доход алып келетін болады. Стабильность прям бір айға, бір жылға ғана емес, өмір бақи жағдайыңыз жасайтындай бір өзгерістер болады. Сондықтан кішкене ғана қиындыққа шыдамай тастап кетпей, соңына дейін апарыңыздар. Сіздерде прям өмірлеріңізді, бала шағаларыңызды жеткізетіндей бір стабильный бизнес, стабильный доход, стабильный бұл жұмысыңыз болып сізде қалады. Сондықтан мүмкіндігінше тәуешкілер қиындықты да береді сіздерге 2023, және де қуанышты да береді. Сондықтан мүмкіндігінше жаңағы әрбір жаңағы ситуациядан шығатын уақыт болады. Орта жолдан тастап кетпеңіздер, сіздерге берер кеңесім. Жаңағы жылдың аяғы стабильность, жақсылықпен аяқталып тұр, яғни үлкен крупный сумма, жұмыста, істе үлкен бір стабильность күтіп тұр. Сондықтан сіздерге 2023 өте бір керемет жылдардың бірі болады деп ойлаймын. 2023 тек сіздерге жақсылық, сәттілік алып келсін. Қоштаспаймын сіздермен. Жаңағы кіріп көргеннен кейін, видеоны тыңдағаннан кейін лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.